Қазақтың басына түскен ең ауыр жылдардың бірі ақтабан шұбырын деді. 1723 жылы қатты жұттан кейін әлсіреп тұрған елге жоңғар әскері бірнеше тұстан тұтқиылдан шабуыл жасады. Сол кезде қазақ жүздері бір-бірінен алшақ, ортақ әскері жоқ еді. Соның салдарынан халық жан-жаққа босып, аштықтан, суықтан, жол азабынан көптеп қырылды. Сол күндердің үніндей болып Елмай әні шықты. Бұл Қожаберген жыраудың жыры болғанмен сол кездегі бүкіл алаштың жүрегіндегі зар еді. Ал қазақ сол қасіреттен қалай аман қалды? Қазақты сол кезде тізе бүктірген жау емес, өзіміздің бірлігіміздің жоқтығы болатын. 1726 жылы Ордабасыда 300-дің екі жақсылары бас қосты. Жекелеп жүріп аман қалуымыз екіталай, тек бірлікпен ғана тірі қаламыз деген дұқты. Әбілқайыр хан қолбасшы болып, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай бастаған батырлар елді бастап бір тудың астында жиналды. Сол бірліктің арқасында Бұлантыда алғашқы жеңіске қол жеткіздік. Ал ең шешуші соққы Аңырақайда болды. Сол жерде қазақ өзінің тірі екенін, рухы сынбағанын дәлелдеді. Егер сол кездері ел бір жұдырық болып бірікпесе, бүгінгі қазақ деген ел болмас еді. Енді бұл тарихтан қазір қандай сабақ алуымыз керек? Бір кезде бабалар табаны жарылып, ел босып, жауға жығылып жатып, бас қосып біріккенде орнынан қайта тұрды. Бізге де қазір керегі осы бірлік, сол рух, сол ынтымақ. Бірлігі жоқ ел қашан да сорлайды. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді қазақ. Бүгін біз Аллаға шүкір тыныш заманда өмір сүріп отырмыз. Бірақ арамызда реніш, бақталастық, руға, жерге деген бөліну өте көп. Кейде өзіңді жаудай көріп, өзгеге жалтақтау әлі күнге басым бізде. Сол үшін де қазір бұл тарихты айту өткен жараның аузын тырнау емес, бұл сол қателікті қайталамас үшін керек. Қандай ел болсын, тіптен қандай компания болсын, қандай ұжым болсын, бірлігі мықтылар жұдырықтай жұмылғанда ғана әрдайым алда болады. Соны есте сақтайық.